Сәлем достар. Бүгін біз мұғалімдерге Canva-ға Pro аккаунтты қалай бесплатно тегін түрде алуға болатыны туралы сөйлесеміз. Canva-ны білесіздер, негізінде көптеген қазіргі кезде қызметтері бар, иә. Презентация, видео жасауға болады, құжаттар жасауға болады, тағы да басқа. Қазіргі соңғы уақытта искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект Canva-ға да қосылған болатын. Яғни мына искусственный интеллектке кіріп, жасанды интеллектке кіріп, сурет создать етуге болады мысалға. Міне мысалға осындай суреттерді құрастыруға болады. Немесе құжат жасауға болады. Өзіңіздің құжатыңыз туралы осы жерге толығырақ айтып, генерацияға жіберсеңіздер, содан соң сіздерге құжаттарыңыз, пландарыңыз барлығын жасанды интеллект арқылы Canva өзі жасап береді. Немесе өзіңіздің сайтыңызды жасасаңыздар болады, яғни мына код бөліміне кіріп, осы жерге өзіңіздің сайтыңыз туралы немесе мобильді қосымшаңыз туралы толығырақ жазып түсіндіріп берсеңіздер, сіздерге сайт жасап береді. Енді тегін қалай біз аламыз? Қазақстан мұғалімдеріне, немесе шетел мұғалімдеріне, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, барлық елдердің мұғалімдеріне тегін доступ алуға болады. Оны қалай алуға болады? Мына жерде тарифный план дегенге кіретін болса, тарифный план. Осы жақта тегін түрде негізінде осы заттарды алуға болады, тегін түрде. Pro аккаунт негізінде 1750 теңге айына. Бұл 3 айға ғана жалғасады. Ары қарай 3500 теңгеден болып кетеді. 3500 теңге. Енді біз Canva для образования дегенге кіріп, осы жақтан сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды растай отырып, яғни мемлекеттік мекемеден справка, удостоверениелеріңіз болса, соны тіркеп барлығын солай жасай беруге болады. Яғни мына жаққа өзіңіздің аккаунт арқылы кіріп, жаңағы тарифный бөлімге кіріп өткеннен соң, осы жаққа кіреміз. Сіздерден осындай бет ашылады. Мына жерден елдеріңіз таңдайсыздар. Мысалы, бізде Қазақстан тұр. Мектептің адресін көрсетесіздер. Мектептің адресі, электронный адресі. Одан соң барып, егер жоқ болатын болса, менде адрес жоқ деп белгілеп, ары қарай өтесіздер. Сосын мына жерде өзіңіздің мемлекеттік органыңыздан печаты бар, қол қойылған, мысалы, справка с места работы деп таңдап, осы жерге жүктеу арқылы жіберсеңіздер болады. Яғни 7-10 күн ішінде сіздерге жауабы келеді. Рахмет.